Алаша хан кесенесі. Қарағанды облысы Жезқазған қаласынан солтүстікке қарай 90 шақырым Қаракеңгір өзенінің оң жақ аңғарында орналасқан. Кесене күмбезді босағалы сәулет өнерінің үлгісіне жатады. Алаша хан халық арасындағы аңыздар бойынша алты алашты құраған тайпалардың түп атасы. Ұлттық сананың қалыптасуында Алаша хан бейнесі маңызды рөл атқарған. Алты алаш сөзі Оғыздың алты ұлының соңынан ерген алты тайпа деген мағынада да айтылады. Алтын Орда құлаған соң алаш көшпелі қазақтарды біріктіретін ұранға айналған. Сол уақыттан ел аузында алаш болғанда, Алаша хан болғанда, біздің үйіміз ағаш киіз үй болғанда, алаштың аты біздің ұранымызға айналғанда, сонда біз 300-дің балалары қазақ атандық деп келетін ұранды сөздер сақталған. Қазіргі таңда кесене мемлекет қорғауына алынып, қалпына келтірілген. Тарихи ескерткіш халық құрмет тұтып, туристер келіп тамашалайтын орынға айналған.